Сәлем менің көрермендерім. Яғни тоңазытқышта, морозильникте клубниканы қалай сақтау керек екенін мен сіздерге көрсетейін. Мен жылда осылай сақтап қоямын. Өте керемет болып шығады. Бұл менің бақшамда жазда еңбектерім шығарған, егіп шығарған клубникам. Яғни мен осыны қысқаға сақтап қоямын. Және варенье жасаймын. Ал қараңыздар, жуғанда жалпы жайлап кішкенеден осылай сеткаға салып, сүзгіге салып жуып шығасыз. Оны қолмен де сықпаймыз, қатты шайқамаймыз, жай ғана осылай судың астына, сап-салқын мұздай судың астына ұстап тұрамыз. Сонда өз формасын жақсы сақтап қалады. Көрдіңіздер ғой? Керемет, түсі де керемет, иісі де керемет, бұрқырап тұр. Мен міне болып қалдым. Енді жаймен үстіне салып шығамыз барлығын. Содан кейін жапырақтарын алатын боламыз. Енді қараңыздар, үйде қандай патмос бар, менде патмостардың барлығын шығардым. Сынығы да керек па, жылтыры да керек па. В общем, осылай газет жайып қоямыз үстіне. Газет болсын, қандай қағаз болса да болады. Таза болу керек. Беттерін дәл осылай жайып қоясыздар. Және жапырақтарын ала отырып газеттің үстіне қоямыз. Мен осындай ішіндегі үлкен клубникалардың жапырақтарын алмаймын. Осылай қойып қоямын. Морозильникке сақтаймын. Бұлар маған керек болады, себебі қыста менің отбасымның туған күні ылғи қыста болады. Сол себептен қыста десерттің үстіне қоюға, торттың үстіне қоюға, әсемдеуге өте керемет клубника. Формасын жақсы сақтап қалады. Самый главный, сіздер де осылай дәл мен сияқты жасаңыздар. Көріп тұрсыздар, ең үлкендерін таңдап алдым ішіндегі. Өздеріңіз білесіздер, қандай кішкентайында сақтап қойсаңыздар, мен қалғаннан варенье жасаймын. Сол себептен үлкендерін таңдап, мен осылай әбден суы сорылды газетке қойғаным. Содан кейін барып тақтайшаның үстіне қойып шығамыз барлығын, текшелеп, бірін-біріне жақындатпаймыз. Мен сияқты, дәл мен сияқты жасаңыздар, керемет болып шығады. Қараңыздар, морозильниктен алып шықтым. Біршама сағаттан кейін, қатқаннан кейін алып шықтым. Қараңыздар, қандай бірігіп шықты бәрі, бірігіп. Бытырап шықты ғой бәрі деген. Керемет. Сол мезетте шапшаң бүтін салафанның ішіне саламыз. Бүтін болу керек, тесік болмау керек салафанымыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Аздап салғанымыз жақсы. Алғанда бірден кішкенеден алып шығатын боласыз. Көрдіңіздер ғой, қандай керемет болып шықты. Қатып тұр. Ал менің алдыңғы салып қойған клубникам міне тоже дәл осылай кептірдім. Дәл осылай қатырып салдым, бытырап шықты. Өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет.